Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен сиыр етінен өте дәмді болып шығатын шашлик жасайтын боламыз. Шашликті жасау үшін сиыр етінің қара кесек еті қажет. Осындай керек емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Етімізді ортасынан бөліп кубиктап барлық етімізді турап шығамыз. Маған тіркелмеген көрермендер болсаңыздар, маған тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Етімізді осылай турап шығып, бір ыдысымызға салып дайындаймыз. Одан кейін үлкен бір пиязымызды турап дайындап қоямыз. Және де осындай майымызды кубиктап, оны да турап дайындап саламыз. Енді етімізді маринаттаймыз. Маринаттау үшін жаңағы турап алған пиязымызды үстіне саламыз. Одан кейін үстінен паприкамызды салып қосамыз. Қанша мөлшер екенін видеоның астына жазып кететін боламын. Шашликке арналған приправамызды саламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Соевый соусымызды құямыз. Соусымызды үлкен қасықпен 2 қасық қосасыздар. Одан көп қоспаңыздар. Еттеріңізді езіп бұлжыратып жіберетін болады. Енді үстіне 1,5 кеседей болатындай етіп сарыағашты құямыз. Осындай кәдімгі сарыағаш. Одан кейін үстіне сұйық май қосамыз. Барлығын қосып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Араластырып алған маринатымыздың бетін жауып, 4-5 сағатқа маринаты сіңгенше қойып қойыңыздар. Міне бізде маринатымыз сіңіп дайын болды. Енді бұны шашликтің таяқшаларына салып дайындаймыз. Бір етімізді, бір майымызды кезек-кезек салып орналастырамыз. Барлық етімізді таяқшаларына салып дайындап болдық. Енді бұны пістірген кезде күйіп пісіп кетпеу үшін үстінен сұйық майды жағып шығамыз. Сол кезде етіміз қатты күйіп пісіп кетпейтін болады. Мангалымызға отынымызды салып, жақсылап жағатын боламыз, шоқ болғанша. Осылай шоқ болып жанады. Содан кейін бірақ үстіне шашлигімізді қойып пісіретін боламыз. Мінеки шашликтеріміз пісіп жатыр. Осындай шоқ болған кезде пісіресіздер. Айналдыра отырып 15-20 минутта етіңіз пісіп шығатын болады. Шашлигіміз дайын болып шықты. Осындай әдемі болып қызарып, жұмсақ болып пісетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
Осылай үстіне әсемдігі үшін пиязын турап қонақтарыңызға ұсына беріңіздер. Видео сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария бөліміне өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен тауықтың қанаттарынан шашлик жасайтын боламыз. Маған тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, маған тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Тауық қанаттарының керек емес жерлерін барлығын алып тастаймыз. Енді маринаттау үшін дәміне қарай тұз себеміз және де кетчуп қосамыз. Одан кейін бір қасық болатындай майонез саламыз. Осындай Қытайдың өте ашты осындай приправасы болады, соны саламыз. Магазиндерде сатылады. Үлкен қасықпен бір қасық болатындай соевый соус қосамыз. Енді үстіне шашличный приправа саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, жарты сағат, 1 сағатқа маринатымыз сіңгенше бетін жауып қойып қоясыздар. Маринат сіңгеннен кейін шашликтің теміріне осылай бәрін кигізіп аласыздар дайындап. Содан кейін шашлик пісірген кезде қара болып кетпеу үшін сұйық майды осылай сыртына жағып шығасыздар. Сол кезде шашлик күймей әдемі болып пісетін болады. Мен осылай барлығына жағып алдым сұйық майын. Шашликті пісіру үшін осындай мангалға отындарыңызды шауып дайындап аласыздар. Егер сіздерде сексеуіл деген отын болса, сол тіпті жақсы болады. Бізде бітіп қалды. Одан кейін осындай отын пайдаландым. Осылай барлығын жағып аласыздар, шоқ болғанша күтесіздер. Шоқ болғаннан кейін шашликтерді үстіне қойып, айналдыра отырып, 15-20 минутта пісіріп аласыздар. Осылай айналдырып, кезекпен отырасыздар. Су сеппейміз. Біз жаңа сұйық майды жақтық сыртына, соның өзі жақсы көмектеседі, күймей пісетін болады. Мінеки шашликтеріміз әдемі болып, қызарып, сарғайып пісті. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария бөліміне пікіріңізді қалдырыңыз.
Barchangizga xayrli kun. Bugun sizlarмен grudinkadan shashlik pishirетін bolamыз. Videoning sonuna дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен грудинкамызды осындай қалыңдықта кесіп дайындап аламыз. Барлық грудинкаларымды турап дайындап алдым. Енді пияз қосамыз. Пиязымызды осылай турап дайындаймыз. Турап дайындаған пиязымызды грудинканың ішіне саламыз. Одан кейін маринаттау үшін бізге шашличный приправа қажет. Шашличный приправасын қосамыз. Қанша мөлшер екенін видеоның астына жазып кететін боламын. Енді үстіне бір кеседей болатындай етіп чертопалок қосамыз. Одан кейін бір кесе болатындай айран қосамыз. Енді үлкен қасықпен 2 қасық болатындай соевый соус қосамыз. Сосын сұйық май құямыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Барлығын қосып болғаннан кейін қолымызбен жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 4-5 сағатқа бетін жауып қойып қоясыздар, маринаты сіңгенше. Одан кейін ғана пісіріп бастайсыздар. Менің каналыма тіркелмеген жандар болса, маған тіркеліп алыңыздар. Менің арнамда көптеген пайдалы рецепттер бар. 4-5 сағат өткеннен кейін мангалымыздың ішіне отынымызды салып жағамыз. Шоқ болған кезде ғана үстіне шашлигімізді қойып пісіретін боламыз. Отынымыз жанып біткенше шашликтерімізді темірге үстіне қойып орналастырып дайындап аламыз. Еле болмаса шампурға қадап пісірсеңіздер де болады. Айтпақшы, сіздерге бір секрет айтып кетейін. Осы шашликтеріңіздің үстінен сұйық майды жақсаңыздар, пісірген кезде күймей әдемі болып пісетін болады. Сол үшін де сұйық майын жағып пісіріңіздер. Дайындап алған шашликтерімізді енді шоқтың үстіне қойып, айналдырып кезек-кезек 2 бетін пісіріп аламыз. 15 минутта пісетін болады. Осы маринадпен жасасаңыздар, шашликтеріңіз өте дәмді болып шығады. Міне біздің грудинкадан жасаған шашлигіміз дайын болды. Қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай үстіне пиязын турап ұсына беріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер.